Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздер шайға тез әрі дәмді болып шығатын десерт жегілеріңіз келсе, онда менің каналыма қош келдіңіздер. Себебі бүгін біз мега шоколадты оңай пирог жасайтын боламыз. Бұл пирог өте дәмді әрі тез жасалынады және де үйдегі бар ингредиенттерден жасайтын боламыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып саламыз. Бұл жерде жұмыртқалардың температурасы маңызды емес. Сосын барып жарты шай қасық тұз салып араластырамыз да келесі кезекте шекердің кезегі. Мен осы пирогқа 210 грамм шекер қостым. Яғни бұл жерде менің пирогым орташа тәттілікте болды. Егер сіздер қатты тәтті болған қаласаңыздар, онда 260-270 грамм шекер қосыңыздар. Ендігі кезекте 100 грамм сары майымызды ерітіп құямыз. Бұл жерде үйлеріңізде сары май жоқ болса, пісте май бар болуы мүмкін. Сол пісте майды қоссаңыздар болады. Ал енді айранның кезегі. Мен бұл жерде 250 грамм айран қостым. Айранды қолдың немесе дүкеннің айранын қоса берсеңіздер болады. Және де үйлеріңізде айран болмаса, онда сүт қосыңыздар. Айранымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң келесі кезекте ұнның кезегі. Мен бұл жерде барлығы 270 грамм ұн қостым. Ұнымызды міндетті түрде иректен өткіземіз. Сосын барып 2 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Какаоны қосып болған соң 10 грамм қопсытқыш қосамыз. Қопсытқышымызды қосып болған соң жарты шай қасық ас содасын қосамыз да араластырамыз. Достар, осы кезде біз бірінші венчикпен араластырамыз. Қараңыздар, бұл жерде біздің қамырымыз әлі біркелкі болған жоқ. Біздің қамырымыз біркелкі болу үшін ары қарай миксермен араластырамыз. Егер үйлеріңізде миксер жоқ болса, онда венчикпен араластыра беріңіз. Бізде бұл жерде қоймалжың, біркелкі, орташа сұйықтықтағы қамыр шығу қажет. Және де қамырларыңызды 2 немесе 3 минут миксерласаңыз жеткілікті. Достар, қамырларыңызды миксерлап болған соң келесі кезекте уксус қосатын боламыз. Бұл жерде қараңыздар, мен 1 ас қасық уксус қостым. Менде бұл жерде 70% уксус. Үйлеріңізде алма уксусы болса, соны да қоса берсеңіздер болады. Уксусымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң, біздің мега шоколадты пирогымыздың қамыры дайын болды. Енді осыны ыдысымызға құяйық. Менде осындай стеклянный ыдыс бар. Енді осы домалақ ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз. Егер үйлеріңізде пергамент қағазы жоқ болса, онда ыдыстарыңызды майласаңыздар болады. Ыдыстарыңыздың бүкіл шетін майлау керексіздер. Ыдысымызға пергамент қағазын төсеп болған соң, біздің қамырымызды құйып шығамыз. Сосын осы қамырды лопатканың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіреміз. Мінекей достар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Осы пирогтың піскенін ағаш таяқшамен білсек болады. Біздің бұл жерде таяқшамыз сухой болып шығатын болса, онда сіздердің пирогтарыңыз пісті деген сөз. Ал енді біздің пирогымыз суып жатқан кезде шоколадты соусымызды дайындайық. Ол үшін бізге 3 ас қасық какао ұнтағы, сосын 5 ас қасық шекерімізді қосамыз және де 110 грамм суымызды қосамыз. Достар, егер үйлеріңізде сүт бар болса, онда бұл жерде сіздер сүт қоссаңыздар болады. Менде үйде сүт болмаған соң су қостым. Осы 3 ингредиентімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде бұл жерде ешқандай түйіршіктер болмау қажет. Енді осы шоколадты соусымызды қайнатамыз. Газға қоямыз да астын баяу отқа жағып,
4-5 минуттай қайнатамыз. Мінекей достар, мына видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің соусымыз қайнап жатыр. Бұл жерде соусымыз дайын болды деген сөз. Енді осы соусымызды газдан аламыз да суытып қоямыз. Достар, біздің соусымыз суып жатқан кезде осы пирогымызды таяқшаның көмегімен осылай мына видеода көрсетілгенде кесіп шығамыз. Бұлай істеуіміздің себебі, қазір біз осы пирогымыздың үстіне соусымыздың бәрін құямыз. Осы соусымыз біздің пирогымызға жақсы сіңу үшін осылай мына видеодағыдай пирогымызды кесіп шығатын боламыз. Пирогымыздың барлық жерін кесіп болған соң, енді шоколадты соусымызды құямыз. Осы шоколадты соусты пирогтың барлық жеріне құйып шығыңыздар. Ал енді осы пирогымызға шоколадты соусымызды құйып болған соң, пирогты жарты сағатқа қойып қоямыз. Яғни бұл жерде біздің шоколадты соусымыз біздің пирогымызға сіңуі қажет. Қараңыздар достар, жарты сағат өткен соң пирогтарыңызды кесіп, дәмін татып көрсеңіздер болады. Бұл пирогты міндетті түрде шаймен ішіңіздер, шаймен өте әдемі кетеді. Осылай пирогты өздеріңіздің қалаған пішіндеріңізге кесіп шығасыздар. Енді сіздер осы пирогты сәндесеңіздер болады. Мен бұл пирогты кокос стружкаларымен сәндегім келді. Мына видеодағыдай әр кесілген пирогқа осылай кішкене ғана кокос стружкаларымен сәндеп шықсаңыздар, пирогтарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Егер үйлеріңізде осындай кокос стружкалары жоқ болса, онда фисташкви бар болса, фисташквимен сәндесеңіздер де болады. Ал енді достар, сіздерге мега шоколадты пирогымыздың қалай шыққанын көрсетейін. Қараңыздар, кесілген кезде біздің пирогымыз осылай өте әдемі көтерілген және де шоколадты болып тұр. Сіздер осы шоколадты пирогты үйлеріңізде шайға ішетін ештеңе болмаған кезде істеп жесеңіздер болады, және де үйлеріңізге қонақтар келе жатқан кезде істеп жесеңіздер болады. Өте тәтті болып шықты. Біздің үйдегілердің бәрі 5 минутта жеп қойды. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.